Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді манты жасайтын боламыз. Ең бірінші етімізді 4 бұрышта қылдырып турап аламыз. Содан кейін картопымызды тураймыз. Картопымызды тураған секілді етімізді, майымызды, пияз, картоп, сәбізімізді турап аламыз. Келесі кезекте өздеріңіздің қалауларыңызша тұзымызды, қара және қызыл бұрышымызды сеуіп аламыз. Барлығын бірге араластырамыз. Ендігі кезекте біз нанымызды осылай елін қандырып алу үшін жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Енді ұн қосып нанымызды жая бастаймыз. Міне біз нанымызды, яғни қамырымызды жайып болдық. Ендігі кезекте видеода көрсетілгенде қылдырып нанымызды ортасынан, яғни қамырымызды ортасынан бүктейміз. Бүктегеннен кейін осылай ұзын қылып 4 бұрышта қылдырып кесе бастаймыз. Нанымызды 4 бұрышта қылдырып кесіп алғаннан кейін мантымызды жасай бастаймыз. Жасаған мантымызды мантоваркаға салып аламыз. Міне біз барлық мантыларды жасадық. Енді кезекте біз суды қайнатып, судың буына 45 минутқа мантымызды пісіріп аламыз. Міне біздің мантымыз дайын болды. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.